Ассалаумағалейкум, Нұрлан. Алейкум ассалам. Қадамыңа гүл бітсін. Келіп қалдым. Рахмет. Өте қуаныштымын сіздердің қатарларыңызға қосылғаныма. Иә. Осы уақытқа дейін сонда бұрын соңды үйленбегенсің бе? Жоқ, ресми түрде үйленбедім, бірақ үйленуге әрекет жасап, сол азаматтық некеге тұрдым. Сол көріп, қалай болады екен, тұра аламыз ба, негізі сол. Не түйдің жалпы сол азаматтық некеден кейін? Неге сезім бағыш жобасын таңдадың? Әлде сырттан жігіттермен танысу қиындық тудырды ма? Мен ойлаймын, бұл жобаға өзіне, сөзіне сенімді ерекше жандар келеді деп. Сол себептен де осы жобаны таңдадым. Тағы ана бір сөзіңді айта кеттің, осы уақытқа дейін ғашық болып көрмеген дедің. Алдағы уақытта қиындық тудырады деп ойламайсың ба өзіңе? Қиындық тудырады деп ойламаймын. Достар, жолдан обратно шықтық. Сән папаның гүл баласы. Бұйыртса, жеңіл босанмасын. Енді азаматтық некеден түйгенім, енді негізі ол шариғат бойынша дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Мен азаматтық некені насихаттамын. Енді қандай қыз іздейміз? Қандай қыз болғанда енді Болашақ жарында қалай елестетесің жалпы? Енді мынандай ғой, әдемі анау деп айтпай ақ қойын. Егер қыз бен жігіт ортақ тіл табыса алмаса, онда ол суықтың керегі жоқ. Қанша уақыт керек сен үшін қызды танып білу үшін? Енді әрқандай қыз бар ғой, енді әртүрлі қыз. Біреулер тез ашады, біреулер ашып алмайды. Енді ашып көргенге байланысты маған. Және өзіңе де байланысты. Мен өзіме де байланысты, қызды ашып қалай ашып. Шықпа жұмысын. Сосын қолдаушы кісілер өте рахмет. Прям чувствуется. Сторис деген атып кетті 200 мыңдайдың. Прям сторис просмотр 200 болады. Қолдаушы кісілер страшно жазып отыр. Енді бәрін оқып жауап бере алмадым. Так көріп отырмын, көп рахмет. Алла разы болсын бізбен бірге болғандарыңызға. Всем привет. Жұмысқа бара жатырмын. Сестрамды күтіп тұрмын. 2 күн болды, бүгін 3-ші күн. Соңғы тісім емес, десна ауырып тұр бар ғой. Неден екенін білмеймін. Аяқ астынан ауырып бастады. Тамақ жей алмайсың, жесең тиіп кетсе ауырады. Стоматологқа барайын десең қалай барасың деймін да, тісің ауырмайды. Бара беру керек па. Білмей кетті ғой. Істеуге болады жалпы.